Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен 12 ас қасық деп аталатын Италия пирогын жасап көрсетемін. Барлық негізгі құрам 12 ас қасықпен өлшенеді. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, 12 ас қасық ұн, 12 ас қасық қант, 12 ас қасық сүт, 12 ас қасық май, 10 грамм қопсытқыш, 1 шай қасық лимон шырыны, лимон цедрасы және 1 шымшым тұз қажет. Ең алдымен жұмыртқаны ыдысқа саламыз, үстінен тұз бен қант салып, массамыз үлпілдек болғанша жақсылап тұрып миксерлейміз. Шамамен 10-15 минуттай уақыт кетеді. ұн мен қопсытқышты араластырып аламыз. Енді массаның үстіне лимон шырынын, лимон цедрасын, сүтті және ұнды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Енді үстіне майды құйып, тағы да 1-2 минуттай араластырып аламыз. Енді формаға пергамент қағазын төсеп, үстіне дайын болған массамызды құямыз. Мен дөңгелекті пергамент қағазын қолдандым. Бетін фольга қағазымен жауып, 25 минут қызып тұрған отта пісіреміз. Пирогымыз дайын. Пирогтың бетін қант ұнтағымен, креммен немесе шоколадпен безендіруімізге болады. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.